прибыл Карагандинский технико-строительный колледж. Біздің колледжімізге биыл жарты ғасырлық тарихымыз бар. Осы жарты ғасырлық тарихымызда біздің колледжіміз көп мамандықтар дайындаған. Бірақ барлық жерде енді осы геологтардан бастаған екен бұл жерде. Одан кейін жаңа құрылысшылар қазіргі таңда біздің колледжіміз 15 мамандық бойынша дайындайды. Екі бағытта, бір бағыты бізде мынау құрылыс бағыты бойынша, екінші бағыты дизайн бағыты бойынша. Содан осы жақында ғана біз колледжіміздің атын өзгерттік, статусымызды жоғарылаттық. Бұрын біз Қарағанды техника құрылыс колледжі болсақ, қазір біз Қарағанды жоғары инжиниринг колледжі болып аталамыз. Өйткені біз мынау Қарағанды политехникалық университетімен бірлесе отырып прикладной бакалавриат дайындау алдымызға қойған мақсатымыз бар. Енді 15 мамандықтың бәрін айтпаймыз, бірақ қазіргі таңда өзекті деген осының ішінде техник құрылысшылар, жол мамандары, жол салу мамандары және бим проектировщик деп айтамыз. Бұл да жаңағы автоматтандыру, құрылыс саласын автоматтандыру бойынша және жылжымайтын мүлікті басқару. Бұл жаңа атластағы мамандықтар атласындағы ең жаңа мамандық. Яғни бұрын жаңағы сантехник, электрик бәрі бөлек-бөлек болатын болса, қазір жаңағы жылжымайтын мүлікті басқару дегенде бір адам 5 аспап болып шығады. Жаңағы сантехниканы да біледі, электриканы да біледі, құрылысты да білетін болып шығады. Олардың несін жаңағы лабораторияларын, мастерскойларын қазір көрсетеміз олардың бар. Ал енді қысқаша біздің немізді. Бұл колледж негізі 1976 жылы Центр газ геология бірлестігі мамандығын дайындаған екен. Яғни осы мамандықта бірнеше жыл ғана дайындайды да, ары қарай құрылыс мамандығы қажет болғандықтан құрылыс колледжіне ең бірінші бірнеше статустан, яғни профессиональный лицей, сосын профессиональная школа болады. Бәрі адамдардың өздерінің жеке архивтарынан алынған фотолар. Мысалы, ең бірінші ЕВМ машиналары осы жерде көрсетілген. Бұл жерде осындай мамандықтар неткен спорт зал мысалы осындай болған. 1976 жылдан бастап осы құрылыс мамандықтары және бізге берілген фотолар осылар ғана. Енді екінші бөлім бұл жерде колледждің директорлары, яғни 76 жылдан қазіргі кезге дейінгі директорлардың тізімі белгіленген. Бұл кісілердің кейбіреулері дүниеден де өтіп кетті.